Сіз қазір еститін оқиғалар фильм емес, аңызда емес. Бұл тарихта нақты тіркелген, бірақ әлі күнге дейін адамдар сенуден қорқатын оқиғалар. Кейбірі құжатта бар, кейбірінде мыңдаған куәгер болған, ал кейбірін билік әлі күнге дейін жасырып келеді. Соңына дейін қараңыз. Нөмір 1 оқиға сіздің ойыңызды түбегейлі өзгертуі мүмкін. Бүгін сіздермен тарихта болған, бірақ сену қиын 10 оқиға тақырыбын бөлісетін боламын. Ең соңғы 10-шы оқиға. Тарихтағы ең қысқа соғыс 45 минут. 1896 жылы Занзибар мен Ұлыбритания арасындағы соғыс басталды. Бірақ бұл соғыс 45 минутқа ғана созылды. Ұлыбритания кемелері бірден сарайды атқылай бастайды. Занзибар армиясы қарсыласуға да үлгермеді. Нәтижесінде 500-ге жуық адам қаза тапты. Ұлыбритания жағынан бір адам өлмеген. Бұл тарихтағы ең қысқа әрі ең теңсіз соғыс. 9-шы орында өлгеннен кейін сайланған президент. 1872 жылы ақш-та президенттік сайлау өтті. Сайлауға Хорас Грилли есімді кандидат қатысады. Бірақ ең қорқыныштысы, ол сайлау нәтижесі шықпай тұрып қайтыс болды. Соған қарамастан оған мыңдаған адам дауыс берген. Техникалық түрде ол өлген күйінде сайлауға түскен адам. 8-ші оқиға. Аспаннан жаңбыр емес, ет жауған күн. 1876 жылы ақш Кентукки штаты. Кенеттен аспаннан жаңбыр емес, қар емес, ет кесектері жауа бастайды. Куәгерлер аспаннан шала піскен ет құлап жатты деп айтқан. Ғалымдар нақты түсініктеме бере алмады. Бір нұсқа құстардың жаппай құсуы, бірақ ешбірі дәлелденбеген. Бізде келесі 7-ші оқиға. 2 рет найзаға соққан адам. Рой Салливан ақш-та өмір сүрген қарапайым орманшы. Оған өмірінде 7 рет найзағай соққан. Және ол әр жолы тірі қалған. Ресми түрде Гиннестің рекордтар кітабына енген. Ең қорқыныштысы, соңғы найзағай оны үйінің алдында соққан екен. 6-шы оқиға. Ұйықтап жатып өлтірген адамдар. 1960 жылдары әлемде бірнеше қылмыс тіркелді. Адамдар ұйықтап жүріп кісі өлтірген. Сот оларды кінәлі деп танымады. Себебі ми ояу емес. Адам не істеп жатқанын білмеген. Бұл құбылыс сомнамбулизм деп аталады. Бірақ әлі күнге дейін толық зерттелмеген. Ал енді бесікке де келіп жеттік. 5-ші оқиға. Титаниктен тірі қалған әйелдің алдын ала білгені. Вайолет Джессоп батпайтын кемелерде жұмыс істеген стюардесса. Ол Олимпик кемесінің апатынан тірі қалды. Титаник апатынан тірі қалды. Британик апатынан да тірі қалды. 3 кеме, 3 апат, 1 адам. Бұл жай ғана сәттілік пе, әлде тағдыр ма? Өз ойыңызды комментарияға жаза кетіңіз. 4-ші оқиға. Тірі адамды тірідей жерлеген жағдайлар. 19 ғасырда медицина дамымаған, адамдар кейде өлді деп қателесіп жерленген. Зираттарды қайта қазғанда тырналған табыттар, сынған тырнақтар табылған. Сол себепті қоңыраулы табыттар ойлап табылды. Егер адам тірі болса, қоңырау соғады. 3-ші оқиға. Фотосуреттегі өлген адамдар. 1800 жылдары адамдарды өлгеннен кейін тірі адамдай етіп суретке түсірген. Кейбір фотоға қарасаңыз көздері ашық, отырған күйде тіпті көліп тұрғандай. Бірақ шындығында олар әлдеқашан қайтыс болған. 2-ші оқиға. Адамды жоқтан бар етіп шығарған жоба. 1943 жылы ақш Филадельфия тәжірибесі. Айтуынша әскери кеме радардан көрінбейтін кеткен, кейін қайта пайда болған. Ал кейбір теңізшілер қабырғаға жабысып қалған. Бұл ресми түрде жоққа шығарылуда. Бірақ құжаттардың бір бөлігі жоғалып кеткен деседі. Барлығымыз күтіп отырған ең бірінші оқиға. Уақытта адасып кеткен адамдар. Әлемде уақыттан адасқандар туралы ондаған дерек бар.
Адам бір күнге жоғалады, қайтып келгенде бірнеше жыл өткенін көреді. Кейбірінің сағаты тоқтап қалған, кейбірі сол уақытқа сай емес киімде болған. Бұл ми ойыны ма, әлде уақыт біз ойлағандай түзу емес пе? Бұл оқиғалар кітапта жазылған, архивте сақталған, бірақ логикаға сыймайды. Егер сізге осындай жұмбақ, қорқынышты, сену қиын оқиғалар ұнаса, лайк басыңыз, пікірге қайсысы сізді шошытқанын жазыңыз. Каналға тіркелуді ұмытпаңыз. Келесі видеода одан да қорқынышты топ 10 видеомен бөлісетін боламын.